Тілімнің шекарасы ол менің әлемімнің шекарасы. Ендеше шекарамыз кең болсын. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз өзіміздің кезекті араб тілі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда қозғайтын тақырыптарға қысқаша тоқталып кететін болсақ, сөйлем құрауда көп қолданылатын сөздердің бірнешеуі және де көмекші есімдердің кейбірі. Тақырыпқа кірісетін болсақ, сөйлем құрауда көп қолданылатын сөздердің екеуі ол хуна және хунак. Хуна дегеніміз осында, яғни қазақ тілінде жақын арақашықтықтағы жерде жаңағы сөзге айтылады. Мысалы, әл-қаламу хуна, қалам осында, немесе әл-китабу хуна, кітап осында. Ал хунак деген сөзіміз қазақ тілінде алыс арақашықтықтағы жерге айтылады. Мысалы, тереземен алыс болатын болса, әш-шубаку хунак. Тура солайда жанды заттарға, яғни ақылды алдында бөліп кеткеніміздей адамға да қолдансақ болады. Ат-табибу хунак. Дәрігер менен алыста, яғни ана жақта. هنا شباك. هناك باب. هنا معلمة. هناك ضابط. الهاتف هنا. والحاسوب هناك. أنا هنا وأنت هناك. من هنا؟ المعلم والطالب هنا. من هناك؟ الطبيب والممرضة هناك. ماذا هنا؟ الخريطة والصورة هنا. ماذا هناك؟ الساعة والمكيف هناك. Келесі алып өтетін тақырыбымыз يا فلان أين الهاتف؟ الهاتف تحت الكتاب. شكرا. Бұдан құрметті көрермендер, көмекші есімдерінің көп қолданысқа ие екенін байқаймыз. Ендеше солардың ең маңыздыларын алып өтейік. الهاتف في المحفظة. الهاتف فوق المحفظة. الهاتف على المحفظة. الهاتف تحت المحفظة. الهاتف أمام المحفظة. الهاتف خلف المحفظة. Көмекші есімдерін алып өткеннен кейін сіздерге маңызды бір кеңесімді айта кеткім келіп отыр. Ол күнделікті сөйлеуде немесе жалпы сөйлеуде қобалжымас үшін, яғни мен бұл тілді білем бе, қазір барғаннан кейін айтқым келіп жатқан нәрсені ұмытып қалмайын ба деген күмәндар тумас үшін диалог тыңдау керек. Диалогтарды оқу керек. Сол себепті де сіздерге танысу атты диалогымызды ұсынамыз. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي محمد. من أين أنت؟ أنا من ألبانيا. إلى اللقاء. مع السلامة. Осыменен құрметті көрермендер, Тәмхиди атты кітабымыз тамам болды.
Бұл кітап барысында сабақтарымызды үзбей қарап берген тапсырмаларымызды бұлжытпай орындаған көрермендеріміз осы сабақтың соңында, яғни бұл кітаптың соңында келесі жетістіктерге жетті. Араб тілінде оқып, жазуды үйренді, және де 100-ге жуық өте маңызды сөздерді жаттады, және де араб тілінде кішігірім сөйлем құрауды үйренді, өзін таныстырып, басқамен танысуды да үйренді. Көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, сабақты бүгінгі осымен тамамдайық. Сабаққа тиесілі үй тапсырмасы және де жаттау керек сөздерді видео астындағы сілтеме арқылы таба аласыздар. Келесі сабақта жүздескенше қош аман, сау болыңыздар.